Ауылымды сағындым, бауырымды сағындым, елімнің туған жерімнің топырағын сағындым. Бекші қазақ ауданына қонаққа келген қазақ журналистері. Әкешімді сағындым, анашымды сағындым. Менің әсерім, шетелде менің достарым бар. Мен оларға міндетті түрде ролик жасап, былай айтуым керек. Welcome to Kazakhstan. Kazakhstan, it's a great world. It's a great land. I love my land. I love my favorite land. Ауылымды сағындым, бауырымды сағындым. Қазақ журналистері жанкешті бір фото үшін жол ережесін бұзды. Айтпасай, біз дұрыс келе жатырмыз. Сапардан көп нәрсе күтеміз. Осы жердегі жаңағы тарихи орындарды көргіміз келеді. Сосан кейін аңдарды, құстарды көргіміз келеді. Мен ойлап тұрмын, қазір неге барамыз деп тұрмыз, түйе құсқа. Түйе құсқа мініп алып шалсақ па деп ойлаймыз. Сапардың мақсаты жалпы осы аудандағы әдемі жұмақ мекендерді дәріптеу, туризм, ішкі туризмді дәріптеу ғой біздің мақсат. Жалпы қазақ журналистерінің бірлігін көрсетеді. Бұған дейін біздің тәжірибемізде бар. Бірнеше осындай сапар ұйымдастырдық, осындай басқосулар. Бұл журналистерді ынтымақтастығын арттырады. Осы күш біріккен жерде нәтиже болады ғой. Бастарыңызды қосып, осы ауданымызға шақырып жатқанымыздың себебі осы. Аудан әкімдігінің, аудан әкімінің атынан сіздерді тағы да қош келіп, бүгінгі ауданымыздың рухани жаңғыру бағдарламасы аясында мына киелі жерлерді, енді әрине көп қой, бірақ та бүгін кішігірім негізгі жерлерді сіздерге көрсетейін деп отырмыз. Журналистер келіп отыр. Сондықтан біздің негізгі мақсатымыз, алғашқы қойған мақсатымыз бір туризмге өз үлесімізді қоссақ деген және насихаттау барысында. Көлсайды жерінде көрген кезде шетелдіктер көріп өзіміз риза болдық. Насихаттау мен өз үлесімізді қосып, бір жақсы жағынан көрсету туризм саласына, яғни біздің де бір жауһарларымыз бар, осындай ортамыз деген секілді. Сондай бір ақпараттар болса, әлеуметтік желіде жарияланса. Маған ұнап тұрғаны китайский әдіспен қазып жатырмыз дейді. Біз мысалы қорғанды қазған кезде ішінен бір нәрсе алу үшін қазамыз ғой. Қытайлар жаңағы престеп, баттап, сөйтіп қазып кетеді екен де. Олардың қазуында қандай ерекшелігі бар сонда? Ерекшелік, яғни міне мысалы қазатты, окопты қазатты, бүйтіп престеп, әдемілеп, сосын сен кіріп шығып жүре бересің. Қорғанның размері бағана айтылып кеттім, алтын адамның табылған қорғанмен сәйкес келеді. Сол себепті біз үлкен қорғанды бастап биыл қазба жұмысын бастадық. Бұл 3 жылға созылады қазба жұмысы. Бірінші жылы қабірге дейін қазып, бір қорғанның структурасын шығару, екінші жылдары қабірін аша бастаймыз. Солтүстік жағында да жерленген, оңтүстік жағында да қабір бар деген ой бар. Сақтар жерленгенде оңтүстіктен солтүстікке қарай жерленеді. Біз тарихқа жүгінетін халықпыз ғой. Осы тараптан қарағанда әрине мәселен мен ерекше бір сезімде жүрмін да. Біз Есік көліне келіп жеттік. Яғни Еңбекші Қазақ ауданының әкімшілігінің шақыртуымен, арнайы ұйымдастыруымен осындай керемет сапар жасап жатырмыз.
барша қазақ журналистері осында. Сондықтан осы видео арқылы біздің бүгінгі жасаған сапарымыздың ең қызықты сәттерін тамашалайтын боласыздар. Болашағы үлкен зор деп есептеймін. Үлкен бір қаржы салынатын азаматтар табылатын болса, мына жерге үлкен көп қаржы салып, туристің бір керемет бір нысаны болады деген үмітіміз бар. Бұл біздің ұрпақтардың еншісінде қалған керемет табиғи нысаны. Мақтан етеміз, еліміздің мақтанышы, ауданымыздың, облысымыздың мақтанышы. Осы сұлулықтың қадірін білмейтініміз өкінемін да. Есік жетісудың сұлулығының қақпасы деп айтуға болады. Әрине біздің бұл екінші былайша айтқан кезде нүктеміз. Бірінші біз жаңағы есік қожайыны бар, Саққорғандарында бар. Екінші есік көлі. Мен бірінші рет келдім осы жерге шынымен. Табиғат өте жақсы. Әрине көл суының азаюы бар, байқалады. Оны жергілікті мемлекеттік қызметкерлер айтып жатыр. Бұл Қазақ ауданында орналасқан Есік көлі. Есік өзені осы тау аңғарына келген кезде аялдап көл пайда болған. Жүр кет. Ол роликтерді көп ақшаға, тапсырыспен жасалынады, ол көптеген долларларға жасалынады, иә. А біз бұл жерде бүгін қазақ журналистер чаты осы жақтың жергілікті әкімдігінің шақыруымен келіп жүрміз. Келіп кетіңдер, ешқандай аса шығын жоқ. Осындай жағдайды біз өзіміз көзімізбен көріп, өзіміз жеткізуіміз керек. Біздің елде де көретін жердің соншалықты мол екенін біз соны әлі өзімізде көре алмай, өзімізде білмей, бағалай алмай келе жатқанымызды айту арқылы бір шағын ролик. Ол ролик міне Қазақстанды көріңдер. Welcome to Kazakhstan.